Хакас ипшелерінің арасында бастағы кебелісі болған Алевтина Майтакова. Пүл ол изен хасық болған болса, 8-15 жасын толдырыршық. Анын шутызына, база шаяшызына шарылған көздік ташты пайманың өн библиотекасында тұрғызылған. Андық поэтесаның байрымна түрен күніне шарылған шылы туғазық иштірілді. Шит қығырыжыларға, оға шапсық болған шаяш ұстың шутызынағар піліпаларға. Алевтина Константиновнаның архиві аның чені Юлия Майтакованың қолында қайралатшы. Жетушадан шынды музейге пирл барыр. Біздің Таштыпта музей барық, но мен сақшым Таштыпта музейдке ол салы хади аны идух неме республика синде бергі сақшым. Хадиді бұл зіржі ол біздің бастағы ефші немелер кебелістір басқан ефші. Тоғазыға Хакас Республиканың писателер бірігізінің аралысшылары келіп барғанар. Олар Алевтина Майтакованың шаяшысын жақсы пішчелер. Шуқтастада ода тоғаз жаңар. Аңжол алда түрен өскен қыстың шаяшы көңнен сезініп, аны поэзияның періктік жолына Николай Дамажаков алған. Поэтесінің сөстері болғаны кізінің түрен кейбіретші. Хынызы аның позның шеріне, білдістегі хыныз хынған кезізіне, хынған балаларына, вот ол еме епші кезілердің ол еме андық шолы, шүрәге хади немен шатқан Алевтина Константиновна аны пасшың. Алевтина Майтакованың кебелістері Ленин жолы газетада жарық көргенер. Алынжа шындылардан сығарылғанар. Ол едек шоның пазыл бен бүткен шаяшызын шығын. Алыптық нымықтығы екі книга сығарарында араласқан. Нымықтасқан Семен Иванович Шулбаев, ол бұзы литератураға басшы болған еді. Прай күні, проза жылы басшы болған. Алевтина Константиновна алып нымға келістірекшін болған. Анан ағылжың минзералдары, редакциялдары сығарыға же. Қалқын жазын демек газетаға темнежі мен Шылық тоғазығының аралысшылары Алевтина Майтакованың кебелістерін орыс тіліне тілбес тапсаларға чөпке келгенер. Ол тоғысының поэтесінің шер соғжазы писатель паза журналист Олег Шулбаев айғызар. Писателер бірігізі Ташты пайманың депутат әршөбензер Алевтина Константиновна құмырт қашарды тұрғызарға шөпнің айланарға сағысты.